Бүгінгі видеода біз сендермен бірге өз елден балдарына қыз болып пранк жасап проверка өтетін боламыз. Және олар мені реально қыз деп ойлап проверка өткізген болатын. Видео өте қызықты болды. Видеоны басылмай жатып лайктарына басып каналға тіркеліп кетіңдер. Бізде скоро осы каналда 5000 подписчик. Ең алдымен достар, біз бірінші жертвамызды іздейміз достар. Енді кеттік, бізде Еркош деген жанымда деген балаға жазамыз. Привет, қалайсың дейік достар. Так, осыны сұрақ белгісімен осыны жібереміз достар. Гильдияға проверка өтейін деп едім деп жазайық достар. Қыз болып, типа қыз болып жазамыз достар. Так, проверка өтейін деп едім деп жазайық. Осыны жібергеннен кейін достар, қызбын деп жазайық достар. Типа қыз болып қазір пранк істейтін боламыз достар. Енді Еркош алданам екен жоқ пекен, давайте көрейік. Ойбай, біздің Еркош сразу оқып қояды достар. Бізді жақсы көру өзім дейді достар. Бізді қабылдай ма жоқ па, давайте көрейік. Бізді жазып жатыр достар. Я болады ғой дейді. Ма достар, біздің Еркош ілінді ғой. Бізден қай жылғысын деп сұрап жатыр достар. Біз мына жаққа келемізді 2008 ғой деп жазып жүрейік достар. Код команда ашам екен достар. Код команда ашасын ба деп жазып жүрейік достар. Так, бізді ашса қазір кіріп алайық. Ай, Еркош қайдан білсін мен пранкыма ілініп тұрған. Біздің жертва код команданы жіберді, ал кірейік. Ал код командасына кіріп алдық. Алло, сен ма проверка өтіп жатқан? Иә, мен ойдып қазір жазып жүрейік достар. Привет деп жазып жүрейік. Типа қыздар ұқсап, иә деп жазып жүрейік бізде. Иә деп. Чо не микро қоспайсың? Оппо достар, бізді микро сұрада қазір резко сылтау тауып, типа білеймен қасында қазір адамдар бар еді деп типа жазып жіберетін боламыз достар. Сене ма сенбей ма көрейік. Аша берейін ба? Ойнайсың ба? Ойбай, Еркош өзі қабылдайын деп тұр ғой достар. Мына жаққа айтшы, қыздар қабылдамай ма не деп жазып жіберейік. Қыздар жоқ па дегенде, қыздардың қазір қол босамай жатыр ғой, ешқайсың. Бәрі очко жинап ойнап кеткен ғой. Ойбу достар, типа өзім ойнайын деп тұр. Қалай болады екен өзіңді қазір 4-0 жіберсем деп типа шамына тетін боламыз достар. Біз 4-0 жіберсем қалай болады екен деп. Шанс бер ойнайын өзім. Өтетінге гарантия болмаса екен. Қарындасым, айналайын. Ойбу достар, мына Еркош деген бәле екен ғой. Короче, қазір біз оны айырып аламыз достар. Осы сөзін үшін қазір оны айыратын боламыз. Ал біздің комнатамыз басталды достар. Енді қазір қыз болып ойнайтын боламыз. Әлі 2-3 раунд әйтпесе қазір бізді ұлдып қабылдап тағы сен не ұл болып проверка өтіп жатсың деп ондай косяк керек емес. Өзіме өтіп жатыр достар, өзіме өтіп жатыр. Қызды ұлдар проверка қабылдап жатқан айтсаңдаршы достар. Қазір типа өтірік бот болып ойнайтын боламыз. Так, мына жақтан бізде қайда жүр ол? Неғып менен қашып жүр? Қыздан неғып қашып жүрген айтамын да достар. Так, мына жақтан біз оны таба алмай жүрміз. Мына жақта жүр ғой ол. Бүйтеміз, короче, атып айдалға атып жүрек өзімен өзі айдалға атып типашы өтірік сценарий қылайық. Ал достар, мына жақта өтірік раунд берейік. Бізде мына жақта басымызды тосып қойып жүрсек те бұл Еркош көкеміз бізге қадай алмай жүр. Неғып екенін білмедім. Бағана мен сен 4-0 жіберем деген сөзбен тұрған еді. Негізі достар, енді бұл сөзі енді артық кетті. Мынаны қарасаңдар, ойба, не дейді достар, рандомщик әтейді оны өтірік тиіп қалды. Егер де осы видео ұнап жатса, лайктарына басып кетіңдер, өйткені бізде алда 5000 подписчикке жету керек достар. Тезірек жеткізіп тастайық. Бізде мына жақта сендер лайк басыңдар, ұтатын боламыз Еркошты. Ал бізде екінші раунд басталды. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? Давайте комментария жазып кетіңдер. Біз мына жақта сендер үшін тырысып өтірік бот болып ойнап жатырық достар. Мына жақта бізде Еркош алданып қалды. Ай, Еркош, қыздарға слабисің сен. Еркошты бітеміз достар. Стенға қоямыз, емпейімізді ауыстырамызды, зажимать етіп тастаймыз да, жүрек эмоция көрсетеміз достар. Сынып қалатындай қылып. Үшінші раундты достар Еркошқа берейік. Еркошқа сәл форалау болсын, сәл фора беріп ойнайық. Біз назышына биді өтірік тиме қалатындай өтірік көтерейік достар. Еркош деген бәле достар, қарасындар қыз десе барлығын қойып ойнап атқан қарасы арама достар. Так, мына жақтан өтірік типа атамай жүрейік. Біз де мына жақтан келеміз де өтірік айдалға атайық. Біз айдалға атып ойнай берейік. Ойбе, қадаймай жүрген ол. Айдалға атсам да достар қадай алмай жүр ғой маған достар. Еркош көрдіңдер ма? Әрең қадады ғой, көрдіңдер ма? Айдалға атып жүрсем де қадай алмайды байқұсай. Так, бізде 4-ші раунд басталды достар. Қазір біз оны айыра
айырамыз достар. Қазір көресіңдер. Айтпақшы достар, мен осы раундда полный контрольмен ойнап жатырмын достар. Ойласаңдар болады, негіз қандай қиын екен достар. Мынаның өзінде көрдіңдер ма? Полный контрольдің өзінде урон жасап жүрмін достар. Ал көрейік достар, полный контрольмен раунд алу мүмкін бе? Қазір көретін боламыз. Мына стенға қоямыз да астыға түсіп кетейік. Қазір біз еркошты жазалайтын боламыз. Мына жаққа стенғаны қоямыз да, емвейміз аламыз да, бетеміз да, басына мәйеді, екі басын жабыстырып жібере саласың ғой. Көрдіңдер ма достар, қалай екі басты жабыстырып жібердім еркошқа. Айбе, еркош, мына видеоны көретін болсаң, енді позор болатын болды. Бізде уже 5-ші раунд басталып кеткен достар. Қазір тағы да біз полный контрольмен ала аламыз да, соны көретін боламыз. Мына жерде бізде стенға қойық. Ойбен тендігі зонаға кіріп кеткен ғой. Мына раундта енді полный контрольдан алынып қазан болды еркош. Мынадан кейін Free Fire'ды өшіру керек деп қоясың ғой. Так, мына жерде тағы бір урон істейміз. Мына жаққа стенға қойық достар, тағы өлтіріп кетіп тағы бәле болмасын. Мына арамыны қарасыңдаршы достар, мені күтіп тұруға арама. Короче, бетемізді стенканы ашамызды, бет қашып кетейік достар. Мына жерге стенка қоямыз, бетемізді, короче, басына тимейді, короче, полный контроль болған екен достар. Бетемізді, ойбай, қадап қояды өзі, молодесе. Бізде уже достар 6-шы раунд басталды. Қазір біз оған бір раунд беретін боламыз. Неғып беріп атсын дейтіндер болса, біз қазір оған камбек істейміз. Қазір көретін боласыңдар, бізде қазір ең қатты ойнайтын настройкамды қоямды, айырам десінде, короче. Қазір көреміз. Қазір камбек етен деп достар, қазір 5-2 болып алынып қасына. Ема, позор достар. Мынадан кейін пранк істемейтін сияқтымын ғой. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? Давайте комментария жазып кетіңдер. Микош па, әлде Еркош па? Давайте достар. Мына жерден басына қадап тосетін жері тағы да қадай алмай қалдым достар. Ничо, қазір тағы да деп айтайын деп отқан кезде артына қадап кетеді ғой. Қазір мен сендерге истинный силамды көрсетемін достар. Қазір көресіңдер. Қазір чисто камбек болады. Хедшоттарды көресіңдер. Қазір хайлайт достар. Мына жерден біткереміз да, короче, хайлайт істейміз. Так, біздің ұтылатын жертвамыз келді достар. Мына жерде юмпиме өтірік атып мына жаққа стенға қоямыз. Мына жерден бітеміз да, короче, ебать тиме алады, короче, бітеміз да, короче, басты мәй деп сүйіп ала саласың ғой. Таңғы алтысына бодилдігін қой. Бізде уже 8-ші раунд басталып кетіпті достар. Давайте комментария жазып кетіңдер. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? Давайте комментария жазып кетіңдер. Сәл жігерлетін бойнейін. Еркош балам, давай өнеріңді көрсет досың. Так, мына жерден келеміз да, қатты өнерін көрсете алмай жатқан сияқты достар. Так, мына жерден келеміз да, контейнерден келеміз да, короче, бір тичкасын беріп жүре саламыз ғой достар. Бір тело алдық. Бізде соңғы әрі шешуші раунд қалды достар. Қазір бізде 4-4. Қазір бізге шаймай ойнау керек, өйткені бізде әр момент бізге маңызды. Ал қызық болайын деп тұр достар. Мына жерден бит келеміз да, басынан бір күтіп алатын жер беді. Достар, күте алмай қалдым. Так, мына жерден зажимат етеміз. Ничо достар. Так, бітеміз да, короче, бітеміз да, бит қашып сәл қашып ойнап, неяқтын тағы бір тело қадаймыз. Мына жерде де негізі басына қадап тасайтын жер еді достар. Ладно достар. Бәріне көнейік достар. Бұл өмір болған екен, бәрінен көну керек. Өмір қатал дегендей. Бізге қазір ең маңыздысы достар ұту керек. Қазір сендер маған сенгеннен кейін, лайктарына басқаннан кейін достар, мынаны қалай ұтпаймыз достар? Ұту керек бізге. Ойбай достар, біздің упорымызға келеді достар, Мына жерден тағы да қадап тасайтын жермен нақты стенға қоямыз достар. Шаймау керек бізге, достар. Мына жерден келеміз да, басына мәй деп күтіп ала саласың ғой, момент жібермейсің ғой достар. Ал біздің Еркош деген баламызды 5-4 қылып талқандаған болатынбыз. Ал реакциясын көрейік лоббида. Біздің Еркошымыз қашан шақырады деген достар. Оппо, как раз шақырды. Ма, Нұрка, мақтау ойнайсың ғой сен, точно қызсың ба, ебать. Что-то не то. Оппо, уже бізден күдіктеніп тұр достар. Мына жерге жазып жерік. Қыздар да жақсы ойнайды ғой деп негізі. Қыздар да жақсы ойнайды. Не онда фото жүрсі, ебай личкаға. Что-то мен не ептірім. Ойбо, Еркош көкеміз біздің жатпайды достар. Қазір Pinterest'тен бір фотоны алып жіберетін боламыз. Реакциясы қандай болады екен? Ал Еркошқа осы фотоны жібердік. Ал Free Fire'дағы реакциясын көрейік. Ма, Нұрка, адем ұсың ғой, ебать. Басына жібермедің ме өзің? 5 про кіргізетінен ғой, ебать. Случайно астына жақта тұрмайсың ма, еба? Кездесіп, сообщение деген сияқты, короче. Мен қазір гильяға қосып жіберейін. Ойбай достар, Еркош фотоны көре салып 360 градусқа өзгеріп кетті ғой. Болуны кездесіп сәл не қылайық та? Ответкаға достар болды ғой деп жазып жіберейік. Ал достар, өз дауысымды қосып Еркошқа сөйлейік. Чо там Еркошым менің жаным. Қашан кездесеміз? Бля, Еркош сен ба не, бля, бәңілден бермей кіммен ойнадым сондай, бля. Ана қыз уже сынып, уже не қылып атқан адам ең ғой мен.
пландап қойған едім ғой, блядь. Құрттың ғой планның бәрін, ебать. Кеш бар, мен ондай не емеспін, блядь. Айбай достар, сәл болмағанда мына еркошымыз кездесейін деп тұр ғой. Еркош, пранк ма ілініп қалған айтса. Видеоны аса лайктарында басып, каналға тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңдар. Бізде скоро осы каналда 5000 подписчик. Келесте қандай пранктар сен? Давайте комментария жазып кетіңдер, толтырып соларды істейтін боламын.